Ілияс Есенберлин. Көшпенділер. Ажал үстемдігіңді жүргізудің ең берік құралы емес пе? Бабасы Шыңғысхан бүкіл әлемді осы ажал арқылы бағындырмақ болған жоқ пе? Қара Бұхараны өліммен әлдилеуден Шыңғысхан ұрпағынан шыққан қай хан тартынған? Әбілқайыр ірбіз терісінің үстінде аунап түсті. Өлім себу Шыңғыс бабаның ұлы саясаты. Ол өзінің бүкіл әлемді жаулап алам деп жинаған жау жүрек ер атын да осы өліммен қорқытып ұстаған жоқ па? Сөйткен еді ғой. Қалай делінген еді сол бір тәртіп яссысында? Әбілқайыр көзін жұмды. Жақында ғана парсы тіліне аударылған. Шыңғыс бабасының әмірі жүріп тұрған кезінде Қарақұрымда болған италиялық бір жиһангер жолаушының жазған кітабының әрбір әрпі бақандай боп көз алдында тұра қалды. Әбілқайыр ернін жыбырлатып оқи бастады. Моңғол әскері жайында. Шыңғысхан 10 адам бір адамға бағынсын деп бұйырған. Біздіңше оны 10 басы дейді. Ал ол 10 басы бір 100 басыға бас иген. 10 жүзбасының үстінен бір адам қараған. Оны 1000 басы деген. Бар әскерінің басына 3 ноян қойған. Бұл 3 ноян барып бір қолбасшыға тізе бүккен. Әбілқайыр сәл көзін ашты. Ең қызығы ар жағы. Ол қайтадан оқи түсті. Егер ұрыс кезінде осы 10 адамның біреуі, не екеуі, үшеуі, тіпті одан көбі кейін қашар болса, олар өлтіріледі. Ал жүздіктің өзгелері қозғалмай, әлгі 10 адам бәрі бірдей кейін шегінсе, бәрі де жойылады. Қысқасын айтқанда, бәрі бірге шегінбесе, өз бетімен шегінгеннің бәрі тегіс өлтіріледі. Осы айтқандай, 10 адамның бір-екеуі жауға қарсы ұмтылып, өзгелері тұрып қалса, тұрып қалғандар тегіс құртылады. Ал осы 10-ның біреуі не одан көбі тұтқынға түсіп, өзге жолдастары оларды құтқармаса, құтқармағандардың бәрі де өлтіріледі. Әбілқайыр қайтадан ойға кетті. Шыңғыстың қай ұрпағын ойлаған мақсатынан басқаның тағдыры тоқтатқаны бар? Тоқтатып көрген емес. Ондай оқиға Панднамада да келтірілмейді. Тақтағы хан да, алтын табақтағы жылан да бір. Тием дегенді шағып алуға тиісті. Бабамыз салған қанды жосықты жол бар. Сол жолдың сүреңі емес пе біз келе жатқан? Қара қазақ түгіл, әлем қожасы Шыңғысханның ұрпағы бірін-бірі аяп көрмеген. Мөңке ханның бір өзінің істеген неге тұрады? Шыңғысханның 4 ұлы болған. Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. 4-еуі әлем қожасы Шыңғысхан жаулап алған жерде 4 ұлысқа бөліп, әрқайсысы бір-бір ұлыстан басқарған. Шыңғысхан өлісімен әлем қожасының 4 ұлының арасында жанжал басталған. Жанжал Шыңғыс ордасы Қарақұрым ұлы тағын кім иеленедіден шығады да, аяғы ұлыс арасындағы жер, атақ, бақ тартысын айналады. Жошы мен Төле ұрпағы бір жақ, Үгедей мен Жағатай ұрпағы екінші жақ. Шыңғысхан өлгеннен кейін Қарақұрым тағына Үгедей отырады. Үгедейден кейін ұлы хан, оның баласы Күйік болады. Күйіктен кейін Жошының екінші ұлы, Алтын Орданың алғашқы ханы атақты Батудың арқасында қазақтар Мөңке деп атап кеткен Төленің үлкен баласы Менгу Қарақұрымға хан сайланады. Мөңкені хан сайларда өздерінің күшінің жетпейтінін білген Үгедей мен Жағатайдың балалары толып жатқан сылтау тауып, ұлы құрылтайға келмей қалады. Тек 1 жыл өткеннен кейін Мөңкенің ызбарынан сескеніп, Үгедей Жағатайдан тараған бір топ сұлтандар хан тағына құтты болсын айтқалы келеді. Хан оларды үлкен қошаметпен қарсы алады, атағат көрсетеді. Бірақ түбінде менің ұрпақтарыммен хан тағына таласатын осылар болар деп, барлығын бір түнде қырғызып тастайды. 1342 жылы Батудың ұрпағы Алтын Орданы ислам дініне бағындырған Өзбек хан өлді.
Содан кейін Дәшті Қыпшақ жеріндегі осы ханның атымен атала бастаған Өзбек ордасының тағына 1427 жылы Әбілқайыр ие болды. Бұл Жошының 5-ші ұлы Сайбаннан тараған Дәулет Шайхы Сұлтанның баласы. Қазір оның Мөңке жолы деп отырғаны жоғарғы айтылған Мөңке ханның қанды оқиғасы. Расында да бұл қанды оқиға Шыңғыс ұрпақтарына белгілі сара жолға айналған. Әбілқайыр теріс бұрылып түсті. Мөңкеден кейін де бұл қанды жанжал өршелене түскен жоқ бет. Иә, сөйтті ғой. Мөңке өлгеннен кейін Шыңғыстан туған 4 ұл ұрпағы 4 дара болып кетеді. Талас тек Шыңғыстан туған 4 ұл ұрпақтарының арасында болып қойды ма? Жошыдан туған балаларының арасының өзі де сан алуан қанды оқиғаларға айналған жоқ па? Әбілқайыр ауыр күрсінді. Иә, Шыңғыс ханнан кейін бүкіл әлемге аты шыққан Жошының ұлы Батухан мен Төленің балалары Құбылай мен Құлағу болды. Батухан мен Құлағу бірігіп, Үгедей мен Жағатайдың ұрпақтарына қарсы шықты. Бірақ өздерінің арасы немен бітті? Екі қошқардың басы бір қазанға сыя ма? Егер әлем тоқты болса, бұл екеуі көкжал қасқырлар еді ғой. Таласпай, тартыспай қосарлан қалай қисын орталарындағы жылы жұмсақ бағланды. Түбі екеуінің жолы екіге бөлінуге тура келді емес пе? Әбілқайыр тағы күрсінді. Кенет оның көз алдында дәл бүгінгідей сонау бір бабалар жырғылған қанды оқиғалар елестей жөнелді. 1235 жылы, яғни Мешін жылы, Қарақұрымға бағынышты елге жар салып Үгедей бүкіл Шыңғыс ұрпағын жиды. Осы құрылтайда бүкіл батысты жаулап алу мәселесі шешілді. Міне, батысқа қарай лек-лек боп моңғол әскері аттанып бара жатыр. Бұны 50 жылдық жаугершілік өмірінде жеңілуді білмеген Сүбітай Баһадүр мен 28 жасар Батухан басқарып келеді. Бұлардың мінгендері кәкір-шүкір тай-тұяқ емес. 10 күн желіске шыдай алар аласа бойлы, тоқпақ жалды, құшақ құйрықты, кілең сәйгүлік шабысты жылқы. Үстерінде сауытты, жалпақ бет, сығыр көз ноян баһадүрлар. Аттарына да, тізелеріне дейін сауыт жабылған. Екі жағында жебеге толған 2-3 қорамса, белдерінде қисық жүзді қылыш пен ұзын сапты айбалта, қамал бұзатын тас атқыштарды сүйреу үшін ерғасына байлап алған жуандығы білектей қылархан. Әр қайсысында кем дегенде 2 садақтан. Кейбір көрікті киінгендердің тақымдарында бір жақ ұшы пышақтай өткір найза. Жебелерінің ұшы 200-ді қанжардай өткір сүйір. Асылдап келіп қадалса, егер тәнің тастан жаралмаса, ар жағынан бір-ақ өтері хақ. Белге байланған қорамсалар қазақ батырларыныкінде емес, талдан иіп тоқылған. Жауынгерлерінің басына киген темір, қола дуылғалары анадайдан күнге шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Лек-лек боп, борт-борт желген қалың жосанның будақтатқан шаңы алыстан жер бетінен көтерілген бұлт тәрізді. Батысты алуға бұл жолы аттанған әскер 300 мың. 3 лек қол, айбарлы да сұсты да. Кім оған шыдай алар? Иә, шыдай алған жоқ. Сол бір жыл күн тұтылған 1236 жыл еді ғой. Батухан бастаған қалың қол жаздың аяқ кезінде Еділ бойындағы бұлғарлардың астанасын алды. 3 жылдың ішінде Бату әскері Рязань, Владимир, Суздаль, Киевті шауып батысқа жол ашты. Қан судай ақты. Жанған қала, жылаған бала. Шыңғыс хан, Бату хан, Сүбітай Баһадүр аттары әлемді түршіктірді. Бату әскерінің алдында Европа мемлекеттерінің бай өлкелері қалды. Моңғолдың ақтангер тапал жылқысының тұяғы енді Польша, чехтар мен мадиярлардың жерін басты. Алдарынан Адриат теңізінің жағасын жайлаған тағы славян елдер көрінді.
Батухан ол араларға да жетер ме еді, қайтер еді? Дәл осы кезде, яғни 1241 доңыз жылы ұлы хан үгедей өлді деген хабар келді. Бату кейін қайтты. Бөтен елдерді алу қуанышынан Қарақұрымдағы Шыңғыс тағына кімнің отыру қаупі күшті болды. Ұлы таққа күйік отырды. Енді біріне бірі қас қос бөрінің арасы алыстай берді. Бірі Ұлы Орданың ханымын деп көкірек көрсеткісі келсе, екіншісі туы аспанда желбіреген Алтын Орданың айбынын алдына кескестей тартты. Батухан күйіктің бұйрықтарын жалпы тыңдағанмен, кейде сылтау тауып орындамай қоюды да шығарған. Бұндай жағдайда 3 жыл шыдаған күйік 4-ші жылы қалың қосынмен Тарбағатай тауынан түсіп, Алтын Ордаға қарай бет алған. Осындай жанжалды күтіп отырған Бату да су жүректік көрсетпеген. Еділ өзенінің сағасындағы Алтын Орда астанасы Сарай қаласынан Сарыарқадағы елімді көремін деген сылтаумен 10 түмен қолмен күйікке қарсы жүрген. Қалың қолы екі жақтан таяй берді. Күйік пен Бату алыстан айбат көрсетіп, аяқтарымен жер қопарып сүзісуге келе жатқан екі бұқа тәрізді. Қайсысының мүйізі сынбақ? Ал сынбаса қайсысының мүйізі мұқалып, намысқа шыдай алмай қан қақсап сырқырамақ. Бүкіл Шыңғыс әулеті болып демін ішіне тарта күтті. Бірақ заңғар мүйіздер сарт-сұрт ұрысқан жоқ. Күтпеген жерден жол жөнекей күйік 2 күн ауырып қаза тапты. Әбілқайыр езу тартып күлімсіреді. Иә, күйік жоқ жерден о дүниеге сапар салды. Бірақ қандай аурудан кеткенін әлі күнге дейін тірі жан айта алмайды. Әлде о да ғажап емес. Егерде жауыңды жеңер найзаның ұшынан басқа да жол таба алсаң, несі айып? Жоқ, Шыңғыс бөрілері кісі өлімінен сескеніп көрген емес. Ал сонда өзінікі не? Бір қара қазақты өлім жазасына қия салуға неге осыншама қиналады? Ол не? Қорқақтығы ма? Әлде кәріліктің алды боп табанының бүрі кете бастағаны ма? Жоқ, екеуі де емес. Бұл жағдайды оңай шешуге болмайды. Мұнда ойланатын гәп көп. Өлім. Керек жерінде шошы тұқымы да 2 қолын қанға бояп шыға келері хақ. Керек жерінде жошы тұқымы да 2 қолын қанға бояп шыға келері хақ. Оған сонау Бату ұрпағының істері куә. Иә, күйік өлгеннен 4 жылдан кейін Батуханның өзі де дүние салды. Бірақ Ұлы Орда ханы етіп, Төленің үлкен ұлы, өзінің үзеңгілес серігі Мөңкені отырғызып кетті. Ал Бату өлгеннің ертеңіне-ақ Алтын Орда тағына талас басталған жоқ бәт. Бұл талас та қандай қанды оқиғаларға апарып соқпады. Ақыры қайыңды құртқан түнгі ағаш жегі көбелектей Батудың бар ұрпағын жойып тынды. Шыңғыс хан заңы бойынша хан өлсе, оның орнын үлкен ұлы басу керек. Батудың 4 ұлы болғанды: Сартақ, Тұқухан, Аюхан, Ұлақшы. Алтын Ордаға Сартақ ие болуға тиіс еді. Насрани дініне кіргені болмаса, өткір, от жүректі жас екен. Және оны Мөңке хан да ұнатқан көрінеді. Бірақ Алтын Орданы оған жошының 3-ші баласы Берке қиғысы келмейді. Берке Батудың тірі күнінде көзге түскен хан ұрпағы. Мұсылман дініне кіріп, Бағдаттағы Аббасид халифатының осы кездегі халифы Мистасимнан шапан киіп, тартуға Құран алған адам. Мөңкеден Алтын Орда тағына отыруға рұқсат алуға Сартақ Қарақұрымға жүріп кеткенде, осы Берке мойнына бұршақ салып, «Я Алла, бар болсаң Сартақты Қарақұрымға жеткізбей ал» деп, көзінен жасы сорғалап, нәр татқызбай, 2 күн бойы Құдайдан тілейді. Сартақ сұлтан жол үстінде іш ауруға ұшырап, қаза табады. Сартаққа келген Құдай жіберген ажал ма,
әлде Беркенің тапсыруымен сұлтанды күзетіп бара жатқан кісілердің біреуінің берген уы ма? Бұны да осы күнге дейін білген жан жоқ. Әбілқайыр миығынан күлді. Жайшылықта шыбын өлімі ғұрлы көрмейтін әлгі бір қара қазаққа айтылмақ өлім үкімі миынан шықпай қойғанына күлді. Жошы ұрпағына адам тағдыры қашан хан шеше алмас жұмбақ болған? Жоқ, бір ғана жошы ұрпақ емес, бір әке, бір шешеден туған сұлтандар да бірін-бірі бауыздап жатпайтын бет. Иә, Берке хан болды. Ал 1266 жылы Берке дүние салысыменен Алтын Орда тағы қайтадан Бату ханның ұрпағына қайтқан. Бірақ Бату ұрпағы Алтын Ордаға жеті атасынан асып хан бола алмады. 1312 жылға дейін тақта отырған Тоқтағудан кейін Батудың немересі Аюханнан туған Өзбек хан өлгеннен соң Алтын Орда тағына Өзбектің баласы Жәнібек отырды. Осы Әз Жәнібек ханды қараңғы түнде туған баласы Бердібек өз қолымен бауыздап хан тағына жетті. Бірақ Бердібек құр әкесін өлтіріп қана қоймады. Алтын Орда тағынан дәметер деп бір жазда ат жалын тартып мінер аға інісін тегіс өлтірді. Абат елді алайран етті. Әйтсе де меншіктенген алтын тақ оған да құтты болмады. Таққа отырғанына 2 жыл өтер өтпестен қастасқан туыстары оның өзін бауыздап өлтірді. Халық арасына тарап кеткен нар мойыны кесілген, Бердібек хан өлген кез деген мәтелдің аңысы содан. Міне, осы Бердібек ханның өлуімен бірге Бату ұрпағының Алтын Ордаға хан болуы да біткен. Әбілқайыр осы оқиғаларды біраз ойлап отырды да, орнынан түрегеліп терезе алдына барды. Бірақ бірінен соң бірі тізбектелген ауыр ойлар соңынан ерген жетім күшіктей қалмай қойды. Ел билеу бұл мансапқор жанның ұлы тілегі. Кенет Әбілқайырдың есіне Шыңғыстың ел билеу жөнінде балаларына айтыптымыз деген қағидасы түсті. Ұлы хан жаулап алған жерін 4 ұлысқа бөліп, 4 баласына беріпті. Сол мәжілісте әкесінен өсиет естігісі келген үлкен ұлы Жошы, ұлы мәртебелі әлем әміршісі хан қандай болу керек деп сұрапты. Шыңғыс, хан халқының көңілін табу үшін ақылды, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деп жауап беріпті. Шыңғыстың екінші баласы Жағатай ханды қайткенде халқы сыйлайды деп сұрапты. Шыңғыс хан, халқың сыйласын десең, тағыңнан түспе деп жауап беріпті. Шыңғыс ханның үшінші баласы Үгедей хан қайткенде тағынан түспейді деп сұрапты. Шыңғыс хан, маңына өзінен ақылы төмен, бірақ құлқы өзіндей адамдарды жинай білсе, сол хан тағында ұзақ отырады деп жауап беріпті. Шыңғыстың төртінші баласы Төле қандай хан абыройлы болады деп сұрапты. Шыңғыс хан, ойынан шықпаған туған баласын да бауыздай алар хан әрқашанда абыройлы болады деп жауап береді. Шыңғыс ханның осы 4 ақылын алған 4 баласы өле-өлгенше абыройлы хан болып өтіптіміз. Әбілқайыр да осы 4 өсиетке бас иген адам. Сондықтан да ол маңайына тек Сайбан ұрпағы емес, Шыңғыс ханның өзге балаларының да, Жошының өзге бұтағын да жинаған. Тек бұлардың бірде-бірі өзінен ақылды болуға тиісті емес, және үнемі оның ойынан шығып отыруы керек. Солай болып та келген. Тек соңғы кезде ғана Орда маңындағы сұлтандар арасындағы дау-жанжал күшейе түскен. Әсіресе бұл алауыздыққа дем беріп жүрген ақыл айлалы Жәнібек сұлтан. Серіксіз жау болмайды. Оған шөбере ағасы Керей қосылған. Бұлардың бергі өкпесі Әбілқайырдың қазақ пен өзбек арасындағы саясаты болғанмен,
хан ойынша түпкі армандары бақ күндестік. Көк Орданы екіге бөліп, қазақ хандығын құрмақ. Өздері соны билемек. Ал Әбілқайыр бауыр басып қалған дәшті қыпшаққа ешкімді ортақ етпек емес. Ортақ етпек түгіл, осынау қарамағындағы Мауреннахр, дәшті қыпшақ, Қорасан жеріне шектес елдерді, әсіресе Моғолстан хандығын түгелдей қосып алмақ. Барлық елді жеке өз басыңа табындыру қасіреті, о да бір іштен жеген жегі құрт. Мұндай кеселге душар болған адам тек өз мерейім өсе берсін дейді. Ол мұндай арманның әр нәрсеге дұрыс баға беріп, дұрыс қарайтын ақылын іштей жеп жатқан жегі құрт екенін аңғармайды. Кесел бүкіл денесін қаулай алып болып, бір күні тек қауқиған сыртының өзінен өзі опырылып түсетінін күні бұрын байқатпайды. Бұл кеселдің күші де, қауіптілігі де осында. Көк Орда ел жұртын жеке билеп келген Әбілқайыр мен Қазақ Ордасын бөліп алам деген Жәнібек Сұлтанның таласы әлде қашан-ақ басталған. Бұлар бір-бірін жан алқымнан ала түсер көкжал қасқыр мен арлан тазы теңдес. Араларында бітім болуға тиісті емес. Бірақ әлі қарсы шабар күн туған жоқ. Тек қазір сол күнді күтіп жүрген жағдайлары бар. Әбілқайыр бір рет Жәнібекті мүлдем құртып жібере жаздады. Әттең ойлаған жеріне жете алмай қалды. Хан сол бір сәтті кез есіне түссақ әлі күнге дейін бармағын шайнайды. Шыңғыс ханның ойынан шықпаған туған баласын да аямаған хан бола алады деген қағидасын жақсы ұққан Әбілқайыр әрине Жәнібекті аяйын деген жоқ. Бірақ бұл жалғанда жазмыштан күшті не бар? Ажалсыз әждаханың аузынан құтылады. Қара қазақ жерін жаулап алған Шыңғыс балаларының арасы қым-қиғаш бір тарих. Әбілқайырдың дағдаруының өзі де осыдан еді. Жалғанда не қиын? Қазақтың ру таласын шешу қиын. Бірақ оны шешудің қандай қажеті бар? Әбілқайыр хан мырс-мырс күлді. Шыңғыс тұқымының хан тағына осыншама ұзақ отыруының себебі де осында емес пе? Егер ру болып бөлінген бар қазақ бірігіп кетсе не болар еді? Жоқ, бұл жұрт абайлап ұстамасаң қолыңды алып түсер қылшылдаған ұстара. Абайлап ұстаудың жалғыз жолы біріне бірін бақтырып қою, сонда ғана бұл өткір ұстара қауіпсіз. Бұл Әбілқайырдың ойы. Ал Жәнібек болса, осынау ру таласына өзгеше қарайды. Қазір Әбілқайыр қиын халде деп болжайды. Ордасының да айбары бұрынғыдай емес. Жан-жағы түгел ашқасқырдай талауға әзір жаулары. Оңтүстік күнбатыс жағынан Қорасан қайтадан бас көтере бастады. Мауреннахр бұқарасының да өшпендігі күшеюде. Ақсақ Темір ұрпақтары іштен тынып, сәтті күнін күтіп отыр. Солтүстік батыс тұсы да жауар күндей түнеріп тұр. Ал Еділ өзенінің арғы бетіндегі Ноғай ордасы күннен күнге іргесін әрі салып бара жатыр. Достықтан қастық тілеуі басым. Ежелден бәсекелес жаулары Қазан мен Қырым хандықтары да бел алып кеткендей. Астрахань сұлтандары Әбілқайырдан гөрі соларға қарай иек артпақ. Бұның бәрі құр доңайбат емес, бір хандықты жүнетер қаһар. Ал Алтын Орданың өзінің іші қалай? Жидей бастаған терге ұқсас. Хан салған алым салықтың зардабына шыдай алмай әбден ауаланып алған. Күні бүгін Әбілқайырдан бөлінгелі тұрған қазақ рулар аз емес. Тек солардың санын көбейте түсу керек. Жәнібек қырға шыққан сайын ел тауқыметін көріп, ордасына үнемі ренжіп қайтатын. Әсіресе өткен жылы бір оқиға сұлтанның көз алдынан кетпей-ақ қойған. Ол аңнан келе жатып, Әбілқайыр лашкерлері шауып кеткен бір ауылдың үстінен шыққан. Шаңырағы күйрей жерге түскен үйлер, ұлдары сойылға жығылып, ботасы өлген інгендей боздаған аналар. Жәнібекті таныған ақсақал, «Шырағым Жәнібек» деген. Бөтен елдерді шабуға жігіттеріңді бермедіңдер, мерзімінде алым салықты төлемедіңдер деп
ханның аш бөрілері ауылымызды шауып кетті. Еділ бойында да көрген күніміз осындай болатын. Құтқара көр енді бізді бұл қорлықтан. Қалай құтқарам, деген Жәнібек. Әбілқайырдан бізді бөліп ал, деп жауап қайырған қарт. Өзгенің жер суына қызықпайтын, өз елінен жат жұрттай ауыр алым салық салмайтын жеке шаңырақ көтер. Қытай мен жоңғар жеріндегі рулар да осындай ой білдірген. Осының бәрінен Жәнібек жеке хандық құрудың көптің арманы екенін, және өз басының қамы мен ел жұрттың тілегінің сабақтаса бастағанын көптен түсінген. Бұл мұратқа жетудің даңғыл жолы. Бүгін болмаса ертең шаруашылығы, жер суы, әдет ғұрпы, тілегі бір дәшті қыпшақ даласының көп руының бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бір ел болып құралып, бір халыққа айналатынына шек келтірмеген. Қазақ елі бұл кезде көкпарға тартуға дайындалған серке тәріздет. Жан жағынан анталаған қай жауының тақымында кетеді. Әлде өзара қырылысқан хан сұлтандар қанын сорғалатып, біреуі аяғын, біреуі қолын, біреуі басын қанжығаларына байлап әкете ме? Кім білсін? Ел басына төнгелі келе жатқан мұндай ауыр кезеңді дұрыс ұғып, терең болжап, болашақ тарихы мен тағдырының төрт жағынан бірдей соққалы тұрған сұрапылдан халқын құтқарар кімі бар? Мұндай жанталаста халық алдыңғы шепке ең алдымен өзінің тәжірибесін, ақыл парасатын, табандылығын салуға тиісті. Өткені қазақ елін көкпар етіп ала қашуға дайындалып жатқан ең бірінші қасы оған айқын еді. Абылай даңқы бұл кезде жер жаратын. Қарындасын берген Қоңтайшы қателескен жоқ еді. Өзі хан болмағанмен, немере ағасы Әбілмәмбет ханнан орта жүзге бұның қадірі кем түспейтін. Ел басқаратын ерекше қасиеттерінің арқасында оның даңқы 300-ге бірдей тарай бастаған. Кім болса да Абылай пікірімен санасатын күйге жеткен. Қарындасын берген әккі Қоңтайшы қателесті. Абылай дегенін істемеді, өз саясатын жүргізді. Қандай жағдайда болса да қазақ жерін жоңғардан босатуды ойлады. Бірақ атағы жер жарғанмен Абылайға тікелей бағынған ел Көкшетаудың жан жағында сыңси қонған, өзіне 7 қызын беріп, 7 отау тіккен Атығай, Қарауыл тәрізді арғынның белді рулары ғана еді. Бұл әлі оның 300-ге хан саналып, бетіне жан қаратпайтындай айбарлы кез емес. Арғынның өркөкірек, долы мінез кей рулары Абылайға тақа бас ие қоймаған шағы. 7-дегі сотқарұлын сүндетке отырғызып, той істеудегі сұлтанның бір ойы әзірге шет жайылып жүрген осы руларды өзіне тарту еді. Ел билеу оңай тисе, халық тізгіні қолында болған адамның бәрі де ел аузында қалмас бет. Қазақ тарихында жүздеген хан менен мыңдаған сұлтандар өтті. Солардың халық жадында қалғаны саусақпен санап аларлықтай. Хан тағына жету кейде оңай болғанмен, хан тағында отыру қиын. Өйткені оған тек қана күш емес, ақыл, айла, саясат керек. Бұл қасиеттер сандықтағы дүниең тәрізді. Біреуде бар, біреуде жоқ. Абылай ел билеу үстінде Есім хан тәсіліне көңілін көбірек аударатын. Тікелей оның жолын ұстамағанмен, кей әдістерін өз ісінде қолданып отыратын. Бұған да себепкер болған бәз-баяғы Бұқар жырау. Ол бір күні Есім ханның тарихын оған айтып берген. Хан тағдыры халық тағдыры емес, деген Бұқар жырау. Кейде жауымен тартысы бір болып, қан майданда бірге қаза тапса да, жатар моласы бөлек. Тек тарихтағы азды көпті ісі халық ойынан шықса, сондай ханды қазақ елі есінде қалдырған. Соның бірі Есім хан. Есім шақырған хан кеңесінде қазақ елі Әбдірахманды қолдамақ болды. Әбдірахманның шешесі Жетісу бойындағы үйсін қызы еді. Және Әбдірахманның да өзіме жәрдем түбі осы жақтан келеді-ау деп бір бүйірі қазақ еліне тартып тұрды. Есімге бұл мәселе жөнінде қырғыз манаптары да қосылды. Оған себеп қырғыз еліне Жаркент, Ақсу,
Қашқар хандарынан гөрі ертеден одақтас болып келген қазақ елі қолайлы еді. Тағы бір жағдай, осы тұста жоңғар қоңтайшысы күшейе бастаған. Ал олардың шапқыншылығынан құтылу саясатында қырғыз бен қазақ тілегі ұштасып жатқанды. Сан мәрте екеуі бірігіп жоңғарларға тойтарыста берген. Есім Әбдірахманға жәрдем ретінде 5000 қазақ әскерін жіберуді ұйғарды. Ол бұл әскерді Тұяқ батырға басқартпақ болды. Есім 70-ке дейін өмір сүрді деген Бұқар жырау. Әрине, ол ел билеу үстінде тегеурінді, кәрлі әрекеттерді де көп қолданды. Әйтпесе Жиенбет жырау оны босқа әмірін қатты Есім хан демесе керекті. Бірақ ол керек жерінде батырларының да сөзін тыңдап отырған. Сөзінің аяғында жырау «Саған берер тағы бір ақылым» деген Абылай ханға. Замана түлкі, адам қырған. Бөктерде бүркітті көрген түлкі етекке түсіп жауымен кең жерде айқасудан тайсалса, сол бөктердегі өзі түстес бір қызғылт тастың қия бетіне құйрығын шаншып тұрып қалады. Қыран ондай түлкіні көруі керек. Ел билігі қолыңа тиген екен, көреген бол. Ақылың мен айлаң қатар жүрсін. Абылай Бұқар жыраудың осы сөздерін жадына мықтап тұтты. Басына қауіп қатер туған сан қатерлі күндерде де ол қара басынан гөрі өзі таңдаған жолын жоғары ұстады. Сол табандылық оны алыстағы армандарына да жеткізді. Абылай қазір 40-тан жаңа асып бара жатыр. Ол сұңғақ бойлы, ат жақты, қара сұр, түсі суық адам. Үлкен, ойлы сұрғылт көздері кісіге қарағанда өңменнен өткендей ызғарлы. Арғынның бұл келген ереуілді тобынан Абылай сұлтан екі затты бүйіріне қатты түйді. Бірі, қарамағыңдағы бұқара өзіңе қарсы шықса, онда төресінің қараң қалғаны. Ашуланған халық жараланған арыстаннан кем емес. Өзіңді жарақаттамай тынбайды. Төремін деп басынба. Жазамен ықтырам деме, шаман келсе бауырыңа тартып ашуын басуға тырыс. Екінші түйгені, сырт жауың болса оған ел болып қарсы шығасың. Не басын аласың, не қан сорпа етіп қуасың. Ал өз еліңнің қай тентегінің басын кесіп құртасың. Ондай халықты билеудің жолы бөлек. Арыстанды темір торда ұстасаң ғана қауіпсіз. Халықты да үнемі темір торда ұстай біл. Мейлі, ол саған ақырсын, айбат көрсетсін, бәрібір шаба алмайды, мерт ете алмайды. Ал бар халыққа темір тор құру мүмкін бе? Жоқ. Халқыңа деген темір торың құр ғана жалаңаш қылыш әскер емес, ол ақылың, айлаң. Абылай өле-өлгенше осы екі тұжырымын бұлжытпай орындауға тырысып өтті. Сұлтан ордасында енді тек осы Көкшетау, Қараөткел, Атбасар, Қызылжар маңайындағы орта жүздің басты адамдары мен Абылайдың үзеңгілес батырлары, Арғын тайпасына жататын Бәсентин руынан Сырымбет, Малайсары, Қаржас руынан Олжабай, Тарақты руынан Байғозы, Ұлытаудағы Бағаналы руынан Оразымбет, Керей руынан Тұрсынбай батырлар қалды. Бұл жиынға жер шалғай боп, Арғынның атышулы батырлары Шақшақ Жәнібек, Қанжығалы Бөгенбай, Алтай руынан ағайынды Үшбөрі, Жанұзақ, Жолдыбай, Сеңгірбай, Найманнан Қаракерей Қабанбай, кіші жүздің батырлары Тайман мен Бұғыбай, Абылай сұлтанның ең жақсы көретін батырының бірі Уақ руынан Батыр Баян келмей қалды. Хан мен қадыры бірдей сұлтан өзге батырлардың келмегеніне бәлендей мән бермегенмен де Батыр Баянды күткен ақ еді. Абылай баласының сүндетке отыруын сылтау өтіп, бұл жиынға өзінің үзеңгілес сенімді батырларын түгел ақ шақырған. Оған себеп Әбілмәмбет ханмен арасы алшақтап кеткен жоңғар қоңтайшысы қазақ жерін тағы шаппақ боп, қалың қол жинауда деген хабар алған. «Жарандар!» деді Абылай, қонақтары отырып болғаннан кейін байсалды үнмен. «Менің қайнағам Қалдан Церен
Қазақ елін қайта шаппаққа ертістің арғы бетіне 25 мың әскер дайындап отыр. Үйдегі жұрт тегіс елең етті. Кеңеске шақырылған кісілердің жас мөлшері, дәрежелері де әртүрлі еді. Бәрінің де денелерінің үстінен соп-суық боп жылан жорғалап өткендей жан түршігер бір сезім билеп кетті. Ақтабан Шұбырындының қанды оқиғасын әлі ешқайсысы да ұмытқан жоқты. Тек о жолы жоңғар әскері қазақ даласының күнгей жағын шапса, енді міне орта жүздің негізгі қонысы Сарыарқаның шетіне кеп тұр. Абылай бұл мәжіліске досын да, қасын да шақырып отыр. Әсіресе жоңғармен көршілес рулардың әйгілі адамдары тегіс хабарланған. Әттең, батыр баян келмей жатыр. Сұлтанды азырақ ренжіткені осы. Абылай жаңа ғана бастаған сөзін енді жалғай берем дегенде, сырттан дабырласқан дауыстар шықты. Бұқар жырау келді. Ұлы жырау аттан түсіп жатыр. Арқаның ардагерін қарсы алайық. Қош келіпсіз арғынның майталманы. Сөйткенше болған жоқ, бір топ адаммен ордаға Бұқар жыраудың өзі де кіріп келді. Бұл ұзын бойлы, қапсағай денелі, ат жақты, шоқша сақалды, қошқар тұмсық еңселі кісі еді. Руы Баянауыл төңірегін жайлаған алтын торы қаржас. Әкесі Қалқаман батыр шешен кісі болған. 60 жасында халқының тәуелсіздігін қорғаған Бөгенбай, Қабанбай секілді батырлардың ерлігін көп жырлаған әйгілі жырау. Бұл кезде халық Көмекей әулие деп атап кеткен. Мәжілісте келелі мәселе сөз болғалы тұрған соң, Бұқар жырауды Абылай әдейі шақырған. Бұқар кіріп келгенде Абылай өзі түрегеліп, оң жағынан орын берді. Жырау бір қарағаннан ақ үйде көптен бері бастары қосылмай жүрген адамдардың жиналғанын байқап, жүзі жадырап сала берді. Арсыңдар ма жарқындарым? Барсың ба арғынның ағиығы? Бармын арысым. Сен той жасағалы жатыр деген соң, ой салғалы шығып едім. Бұрын Баян мен Көкшенің арасы жақын-ақ еді. Енді алыстап кетіп бе Бұқараға? Жоқ, жақын. Бірақ жақын болса да алыс. Ортаңа салған орыс бекіністерін орағыта жүремін деп кешеуілдеп қалдым. Аттон айыбым бар. Жырымды аласың ба, әлде шерімді аласың ба? Абылай езу тартты. Адуын жыраудың ортаңдағы орыс бекіністерін орағытып деген сөзінен ақ сезіктеніп, әңгімені бөтен жаққа бұрғысы келді. Жырыңыз бен шеріңізді естіп, аттон айыпты біз төлеп жүрмесек нетсін деп күлді. Сол аттон айыбымды берместен бұрын басқа бір өтінішім бар. Төренің қарадан өтініші болмас, өкініші болар. Шамам келсе өкіндірмейін, арысым, айта ғой. Түнде түс көрдім. Табытта жатыр екенмін. Басыма ілінген 300-дің жалауын 3 тобыр жұрт жұлып әкеткелі тұр. Табытымның бір бүйірінде арыстан, екінші бүйірінде айдақар отыр. Аяқ жағымда бір топ үрім бұтағым. Уәлиден тараған бір ұрпағым маған Құран оқып жатыр. Қасымымнан өрбіген бір тентегім қолына қанжарын ұстап мені қорғап тұр. Ал мен өліп жатсам да, екі бүйірімде отырған арыстан мен айдақарға кезек қарап, мыналардан қалай құтыламын деп жанталасудамын. Осы түсімді жорып берші Бұқараға. Бұқар тұнжырап біраз отырды. Үй іші де тына қалды. Әлден уақытта барып жырау. Түс жору түлкі аулаумен тең. Кейде ізіне дәл түсесің, кейде шет кетесің. Сөйтсе де жорып көрейін. Сөйлеңіз Көмекей әулие. 40-қа келмей табытта жатсаң, өмірің ұзақ болады екен. Басыңа жалау тігіліп, оған 3 бірдей топ таласып жатса, 300-ге хан болады екенсің. Бірақ хан атына ие болсаң да, халқыңа ие бола алмайды екенсің. Сен өлген күні үшеуі 3 жаққа ыдырап кетеді екен. Табытта жатып, екі бүйіріңдегі арыстан мен айдақардан қалай қашып құтылам деп қорқысаң, өлгенше еліңнің екі бүйірінде тұрған екі мемлекетке жалтақтаумен өтеді екенсің.
Ал аяқ жағында тұрған үрім бұтағыңның ішінен бірі Құран оқып, бірі қанжар қайраса, Уәлидің ұрпағынан шыққан бір тұқымың атын қағазда, ал Қасымнан туған бір балаң атағын майданда қалдырады екен. Абылай үндемеді. Үндемей қалдың ғой, сұлтаным. Шешуім ұнамады ма? Бір ұрпағым атын қағазда, екінші ұрпағым атағын майданда қалдырады екен. Сонда мен өзім қайда қалам? Басыңа 3 жалау босқа тігілді ме? Ісіңді ел ұнатса, 300-дің жүрегінде қаласың. Абылайдың қабағы жадырап сала берді. Қазақ, еркектің ақылы 40-тан бастап толады, 60-тан бастап солады дейді. Абылай қазір 40-тан жаңа асып барады. Түсін жорыған сыншы жырау, оның түпкі сырын дұрыс болжады. Абылай қазақ елін ұлы елдер қатарында көргісі келді. Хан болса сол ұлы елге хан болуды арман етті. Сондықтан да ана жылы тұтқында жатқан Абылайға қалдан серен, дүниеде не жаман деп сұрағанда, ол дүниеде аз асқа бақауыл, аз елге хан болған жаман деп жауап берген. Абылай, Әбілқайыр да, Әбілмәмбет те, Барақ та Нұралы да емес еді. Ол бұл кезде көп нәрсені түсінгенді. Өзінің әр әрекетін сол тұстағы көшпелі ел көсемінің қолынан келетін мүмкіндігіне қарай құратын. Ал тек Құдай алдында ғана жауапкер бұқар жырау болса, күнде өзгеріп жатқан дүние қайшылығын көріп, дүние шіркін қайда бара жатыр деген аздаған күмәнда болатын. Сүйері көк шалғыны толқындатып, жұпар иісі аңқыған қазақтың жасыл даласы, тілегі, халқының қамы. Бұқар жырау Абылайға түйіле қарады. Бар сенгеніміз сенсің, Абылай. Оң жағыңдағы тұңғиықтан құтыламын деп, сол жағыңдағы шыңырауға құлап кетіп жүрме. Шүршіттің ызғарынан қорқып, орыс патшасының қолтығына кірдім деп ант су іштің. Мүмкін, бұның дұрыс та шығар. Дегенмен, көппен кеңесіп пішкен тоң келте болмас, жұртыңмен ақылдас. Абылай үнсіз тыңдап отыр. Қазақ даласы қазір үлкен қобалжу үстінде. Бұл кезде қазақ елі жоңғарлармен тайталас түсіп, кейде жеңіп те жүрген. Осындай жеңістің бірі Әбілқайыр хан мен Тайман батырдың басқаруымен Сарысу құятын Бұланты өзенінің жағасында, ал екіншісі тағы осы Әбілқайыр мен Бөгенбай батыр басқаруымен Қошқар ата мен Боралды өзендерінің жоғарғы саласында болған. Сол айқастардан кейін Әбілқайыр хан тікелей жоңғар әскермен соғысуды қойған. Оның көңілі енді басқа бір күрестерге ауған. Ал бірақ Әбілқайыр көшіп кеткенімен, қазақ елі жоңғар шапқыншыларына қарсы шығуын тоқтатпады. Күрес күннен күнге үдей түсті. Әсіресе Іле мен Қаратал өзендерінің бойында Қабанбай мен Баян бастаған халық жасақтары жоңғарларды сан рет жеңді. Әйтсе де бұның бәрі негізгі мықты құралған жоңғар әскерін күйрететіндей күшке айнала алмады. Тек басқыншыларды тойтаруға болатынын көрсететін, халықтың рухын көтерер айқастар өресінен аспады. Жоңғарды жеңген күнде ар жағында одан да күшті, өзіне көз тіккен Қытай боғды хандары бар екенін еске алмаған жұрт осылай өз тағдыры үшін жан аямай күресе берді. Сөйтсе де ел басына туған күннің тым қатерлі, қазақ жеріне қызыққан көршілерінің қауіпті екенін ойлағандар да табылды. Соның бірі кіші жүздің ханы Әбілқайыр болды. Ол енді батысқа үміттене қарады. Бірақ ханның ырғызға көшіп келісімен қазақ пен Қарақалпақ елінің атынан қарамағыңызға алыңыз деп жазған хаты Петербургке жеткенде орыс әкімдері таң қалмады. Жоңғармен күресіп жатқан қазақ елінің түбі өзіне осылай келіп пана сұрайтынын олар бұрыннан да білетін. Сол себептен аптықпай қазақ елінің шын жағдайын түсіну үшін Россия патшалығы арнаулы елші жіберуді ұйғарды. Россия әкімдері шығыс көршілеріне өз қарамағындағы мәдениеті, дәстүрі, тілі жақын кісілерден елші жіберуді әдет етіп келген. Бұл жолы да со дағдысына салып, татар молдасы Мақсұт Юнус оғлыны аттандырды.
Сібірді жаулап алудың керектігін жас нояндардың құлағына кімдердің құятынын Әбілқайыр Қалден Сереннен кем білмейді. Бұл кезде орыс әскерінің алдыңғы шебі Манчжурияның шекарасына жеткенді. Ол аз болғандай сонау тынық мұхитта да орыс кемелері жүзе бастаған. Міне сондықтан да Қытай әміршілері жоңғар жолбарысының тұмсығын Сібір жағына қарай бұрғысы келген. Осы жолбарыс өзінің болаттай өткір тістерімен тынық мұхитқа созылған қатын патша қолының күре тамырын орып түсуін арман ететін. Қытай жер кіндігі болғанда, жер шарының шеттері де Қытайға жатуға тиісті бодыхандар. Олар Сібір өңірінде қосып алып, қала салмақ болды. Әзірге бұл араны жоңғар жолбарысы мекендей тұрсын. Ал уақыты жеткен шақта оны әрі қарай күнбатыс жаққа қуып жіберіп, бір тайганы өзіміз жайлаймыз деп ойлаған. Ал Қалден Серен көмейі қанша кең болғанмен, орыс жерінің тамағынан өтпейтінін түсінетін. Сібірді жұтамын деп қақалып жатқаннан гөрі, басы бірікпей жүрген қазақ елінің кең байтақ даласын біртіндеп қарамағына алып, ұлы жоңғар мемлекетін құруды тиімді санаған. Ондай мемлекет құру үшін қазақ елінің тең жартысын қырып тастап, қалған жартысын басқа елдерді жаулап алуға пайдаланбақ болған. Бүкіл әлемді сілкіндірген жирен сақалды ұлы бабасы да дәл осылай істеген. Бірақ Қалден Сереннің бұл ойына Чорос руынан шыққан жас нояндар көнгісі келмеді. Олар енді өздеріне серік іздей бастады. Мұндай бірен-саран серіктер қазақ сұлтандарының арасынан табыла кетті. Соның бірі Барақ еді. Ол жақында өзінің кіші қызын осы Церен Доржиға берген. Оны да Әбілқайыр білетін. Және ол бүлікшіл Церен Доржиды қазақ жеріне айдауға аттандырғандай Қалден Сереннің әдейі жібергендігінен де хабардар еді. Қазақ даласында ұзақ уақыт жүргендігін пайдаланып, Церен Доржи орта жүздің кей сұлтандарын өзімен одақтас етіп те үлгерген. Ал жоңғар нояндарына еріп, қазақ сұлтандарының Сібір қалаларын шабуға шығуы қазақ еліне ажалмен тең түсетін апат екенін ұққан Әбілқайыр енді екеуінен де сырын жасырмауға бел буды. Өйткені Барақ пен Церен Доржидің одағы қазақ елінің Ресей қол астына кіруіне қарсы ұйымдастырылған қауіпті одақ еді. Жақсы, деді қияқ мұртының ұшын бір ширатып қойып Әбілқайыр. Қазақта мақал бар ғой, сырыңды айтпа досыңа, досыңның да өз досы бар деген. Бәрібір мен айтқан сырды Барақ сұлтан өзінің досы Церен Доржи мырзаға айтпай қоймас. Ашық сөйлесейік. Хан төрдегі орнына отырғаннан кейін байсалды үнмен сөзін бастап кетті. Ресей қарамағына кіреміз дегеннен бері менің қасым көбеюде, деді ол. Қай халықта болса да, басқа жұртқа бағынышты болу өте қиын. Бірақ біздің жағдайымызда басқа жол жоқ. Жоңғарды жеңсең, ар жағында Қытай бар. Қытай боғды ханына бағыну, тіліңнен де, дініңнен де бірдей айырылу деген сөз. Ал Ресей, оған қарағанда әділ де адал жұрт. Жеріміз де, тағдырымыз да бір. Кенет ол дауысын көтере сөйледі. Жоқ, не десеңіздер де, Ресейге қосылу бізге қалған жалғыз жол. Күндікке үндемей отырған Церен Доржи кенет шын кете қалды. Алпамсадай денесімен тұнжыраған түріне қарамай, үні кәндек иттің даусындай жіңішке, ащы екен. Аузынан көбік ата сөйлеп қоя берді. Тақсыр хан, қазақ еліне Россияға қосылудан бөтен жол жоқ дегенің бекер, деді ол астындағы атлас көрпе жамбасына батып отырғандай қозғалақта. Батыр адамның бәрін өзімізге қосып аламыз. Сені де. Қатын патшасын ат құйрығына байлап өлтіреміз. Сосын соң жерінен де асып әрі қарай барамыз. Арғы бабаларымыз жеткен жерге біз де жетеміз. Одан да әрі кетеміз. Жолымыздағы қала біткеннің бәрін қиратып, жоңғар мен қазақ малына жайылым етеміз. Адам біткеннің бәрін қойдай көгендейміз. Саған бұдан артық қандай жол керек? Бөгенбай батырдың Церен Доржиға жиіркене қарағанын көзінің қиығымен шалып қалған Әбілқайыр. Сонда қазақ жерін қайтесіңдер, құрметті ноян, деді ананың бар ойын білгісі келіп. Қазірдің өзінде жеріміздің тең жартысынан айырылдық. Ол жерді бізге кім қайтарып береді?
Шын батырларды өзімізге қосып аламыз дедім ғой, деді Церен Доржи қайтадан шіңкілдеп. Оларға жер береміз. Ал қара халыққа жер неге керек? Өлсін, қырылсын. Жарайды, сенің айтқаныңдай ақ болсын, деді Әбілқайыр. Бірақ өзің орыс зеңбіректерінің қалай атылатынын көрдің бе? Көргем жоқ, көргім де келмейді. Жерін тартып алмақшы болып жатқаныңда орыстар сенің көргің келмейді дегеніңе көнер ме екен? Мен одан қорықпаймын, деді Церен Доржи. Маған Боғдыхан ондай зеңбіректің мыңын береді. Қызбақанды жоңғар нояны ашу үстінде бұл сөзді қалай айтып қалғанын өзі де білмеді. Церен Доржиға енді барақта тұнжырай қарады. Найман тайпасы жоңғарлармен көршілес отырғандықтан, бұл екі ел арасында ұрыс-керіс ғасырлар бойы тынбай келген. Жоңғардың жеңіл-желпі шабуылдарына Найманның батыр ұлдары әрқашанда тойтарыс бере алған. Сөйтсе де көп жылдан бері қатар көшісіп жүргендіктен, бұл екі жұрт кейде қыз беріп, қыз алысып та жататын. Әсіресе мұндайда жоңғарлықтар қазақтың төре тұқымынан шыққандарымен жақындасуға құмар келетін. Бірақ наймандар қазақ еліне жоңғарлар тиіссе болғаны, құдалығын да, көршілігін де ұмытып қолынан найзасын алып шыға келетін. Найманның бүкіл қазақ еліне белгілі осындай батырларының бірі Қаракерей Қабанбай еді. Барақ қызын Церен Доржиға бергеніне Қабанбай батыр қатты ашулы дегенде де сұлтан естігенді. Сол себеп болды ма, әлде Қытай Боғдыхандарының мәңгі қастығы есіне түсті ме? Ол Церен Доржиға: «Маған Шүршіттің жәрдемін айтпа», деді кейіп. «Шүршіттің зеңбіректерінен гөрі бізге орыс зеңбірегі жеңілдеу тиер». Сосын Әбілқайырға бұрылды: «Сонда не істейміз? Жерімізге орыстардың қала салғанына көніп отыра береміз бе? Ресейге бағыну қала салдыру ғана емес. Бұл үлкен саясат», деді Әбілқайыр. «Жақында ғана маған Аралбай мен Оразкелді ақсақалдары келіп, қатын патшаға өтініп, ұлы жүзді де Ресей қол астына алдыр деп кетті. Ал Жайық пен Ор өзенінің түйіскен жеріне қала салуды сұраған менмін. Бұл қала жеке маған ғана емес, бәрімізге керек. Түбі қазақ елі толып жатқан ақмақтардың қолында бөлшектеніп жүргенше, бір ақылдының қолында тұтас отырған жөн емес пе? Мұнымды кім теріс дейді? Еліміздің де, келешек ұрпақтардың да көзі жетер, бүгінгі әрекетімізді ақтар. Бізге қалған жалғыз жол, ол Ресейдің қол астына ену. Бүгін күшті ел болып көрінгенімен, бар тірлігі құр мал өсіру, өзінен әлсіз елді шабу болған жоңғар тайпасы да күні ертең не Қытайға, не Ресейге бағынады. Күні ертең бізге туған күн оларға да туады. Өйткені ұлы мемлекет қайнар бұлағының көзі тайыз. Өнері, білімі, шығарып жатқан қорғасыны, темірі, егіп жатқан егіні, өсіп жатқан бау бақшасы, салынып жатқан қаласы, бекінісі жоқ ел қазақ өмір сүрген емес. Бір қатты боранда бар малынан айырылып қалатын, елінің шетіне жау келсе құр сойылы мен отты жүрегін ала шабатын біз секілді ел жан жағынан қалың жау қаптап тұрғанда, өз алдына жеке жұрт болып тұру қайда? Тұра алмайды. Осыны неге түсінбейді олар? Жоқ, біз қайтсек те Ресей мемлекетінің қолтығының астына кіруіміз керек. Бұл қазақ еліне бірден бір келешегі бар жол. Әбілқайыр сәл кідіріп тұрып қалды. Оның сұрғылт көзі тұнжырап кетті. Мені Ор қаласын салдырмақсың деп айыптайды. Ор қаласын салдырсам, қазақ елін Ресейге бағындыру үшін салдырам. Оны жасырып отырмын ба? Егер сөзіме көнбесе, айтқанымды күштеп істетем. Күшпен бағындырам. Өз халқыма өзім осылай зорлық көрсетуім, біле білсе, сол халықтың өз үшін емес пе? Бүгінгісіме ертең болашақ ұрпақ алғыс айтады. Ал осы арманым үшін жолыма кім қарсы тұрса, аяғымның астына сап таптаймын. Сол үшін маған қазақ жеріне салынар Ор бекінісі керек. Ол бекіністе мұздай қару жарақты, аузы түкті көп солдат болуға тиісті. Әрине, қастарым осының бәрін Әбілқайыр өз басы үшін істейді. Орыс патшасының күшімен бәрімізге хан болғысы келеді дейді.
сөздерінде шындық бар. Рас, мен орыс патшасына сүйенген хан болғым келеді. Күшті хан болғым келеді. Бір жағынан, надан ел жұртым, сенің қамыңды ойлайтын хан болғым келеді. Саған адал екенімді кешегі қырғын ұрыстарда көрген жоқсың ба? Өз басымның қамын ойлап, қай жерде бұғып қалғаным бар. Алдағы уақыттарда да бұғып қалмаспын. Оған ар ұятым куә. Әбілқайыр ханды бағалай білмеген кейбір орыс пен қазақ тарихшылары оны қара басының қамы үшін жұртын сатқан, бақ күндес жауларын табанының астына саламын деп, қазақ елін Ресей патшалығына бағындыру саясатын қолдаған дейді. Сол бір қилы кезеңде Әбілқайырдың түпкі ойы солай-ақ делік. Бірақ болашақ тарих ұстаған жолының дұрыс екенін айқындады. Қазақ елінің Ресейге бағынуының қажеттігі Әбілқайырдың өз басының қамынан гөрі әлеуметтік қасиетін жоғары сатыға қойды. Қарамағына енген жалайы жігіттерімен жасағы көбейіп қалған Барақ Әбілқайырдың 150 адамына бет бақтырмады. Тақсырып, қоршап алып, біреуін қалдырмай қыруға айналды. Әбілқайырға әбден өшігіп алған жалайыр мен қарақалпақ жігіттері енді Барақ жағына шығып, жан аяспай соғысты. Бірақ жаратылысынан батыр Әбілқайыр тағдырдың жазғаны осы болса көріп алайын деп кейін шегінбеді. Бірінші адамды ат үстінен ұрып түсірді. Өзі де Барақтың баласы Шағайдың қолынан ат жалын құшып құлады. Жерде сұлап жатқан ханның жанына шапқылап жеткен Барақ беліндегі ұзын сапты, сүйір ұшты хиуа қанжарымен жүрек тұсынан сәл төмендеу жерден құлаштап ұрды. Әбілқайыр ышқынып барып демін алды. Көгілдір аспан заматта қанға малынғандай қып-қызыл боп шыр көбелек айнала жөнелді. Міне, енді алыс жұлыс, үміт арман, бәрі, бітті, деді ол үнсіз күбірлеп. Кенет ғажайып бір ой ең ақырғы ақыл сезімін шарпып өтті. Қандай данышпан едің, байғұс қазақ. Сенен басқа бірде-бір халық дүние шіркінге жалған деген ат қоймаған болар. Қалай тауып қойғансың? Қу дүние шын жалған екенсің. Өттің де кеттің ғой. Әбілқайыр өлгенде оның артында көптеген ұлы қызы үрім бұтақтары қалды. Олардың ішінен патша үкіметінен шен-шекпен киген правительдер де, жұрттың ағарту жұмысына атсалысқан ғалымдар да шықты. Әбілқайырдың өз аты да тарихтан орын алды. Бірақ ол хандық, жаугершілік, ерлік істерімен емес, сан қиындықтары, қайшылықтары болса да, түбі тарих өзі ақтаған қазақ елінің ұлы Россия қол астына кірсек деген ғасырлар бойы келе жатқан тілегін ресми түрде мемлекеттік саясат сатысына көтерген алғашқы ханы болып танылды.